Саламатсыз ба? Сәлемсіз ба? Жігітіңіз бар ма? Бар. Жігітіңізге қазір звондап 20 000 теңге сұрасаңыз, мен Мирас Жеңістің концертіне 2 билет беремін. Звондаймыз ба? Звондайық? Негізі ақша беретін бе еді? Негізі мен былай сұрамайтын. Сұрамайсыз? Иә. Мишка деп тұр екен, озыр. Қайдасың? Осысың ба? Осында үйдемін мен айтар. Жанымнан бір 20 000 теңге срочно керек болып тұр еді. Сен жібере аласың ба? Жазғаршы менде ақша жоқ, наличка тұр. Наличка осы сен маңайында не бар емес пе? Банкомат салып жүрсеңші. Мен қазір ішім ауырып тұр. Пожалуйста, басқа орайдан сұрашы. А этот достарына айтсаңшы. Достарынан да сұрағым келіп тұр. Жоқ, пожалуйста, біреуден алып. Символика менде кез катка өтіп жатыр. Пожалуйста, мен осы емес. Саған ксің менен артық болып тұр ма? Бекер шықма, рухватинке бекер шық. Мен сенен постоянно бір ақша сұрап жүрген сияқты. Мен қашан сенен вообще ақша сұрап едім? Енді айтып тұрмын ғой, кез ойнап жатырмын деп. Ой, бәлә. Енді өшіре тұрсаң болмай ма не? Жоқ, кез өшірсем бүкіл рейтинг түсіп кетеді мен. Ой, бәлә. Шығатын жағы аяқ. Просто позвони друзьям хотя бы, білмеймін. Мен мына сонда өлейін деп жатсам, сен кс деп отырасың ба? У друзей нету, ешкімнен сұрағым келіп тұр, сұрамаймын да мен достар. Ладно, давай. Тоже. Көп болды ма жүрген жеріңізге? Ну, нормально, в принципе. Дилямен жаңа ғана біз реклама түсірген болатынбыз, сондықтан еще тағы бір давайте видео түсіріп алайық деп көндіріп алдық. Бірақ жігітті өкінішке орай пранктан өтпей қалды. Жақсы бала негізі. Неге жақсы көресіз ба? Уже жоқ сияқты. Уже жоқ. Диля, сіз тапсырманы өте керемет орындадыңыз. Давайте мен сізге билетіңізді бере салайын. Кіммен барасыз концертке? Ну уж точно жігітіммен бармаймын ғой. Кіммен барасыз басқа? Подругаммен. Подругаңыз? Как раз фанаткасы Мирас. Вау, вообще күшті. Билетіңіз құтты болсын. Рахмет. Сені мен ғана